Сәлеметсіздерме оқушылар, бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін сабақтың тақырыбы түркілер туралы тарихи деректер. Дәптерімізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: Қытай және араб деректері түркілер туралы қандай ақпарат береді? Сабақтың мақсаты: көшпелілердің әскери өнеріндегі жетістіктерін сипаттайсыздар. Көшпелілердің шаруашылық өмірінің ерекшеліктерін анықтайсыздар. Түркілердің дүниетанымдық ерекшеліктерін талдайсыздар. Өткен сабақтан сіздер не білесіздер? Ерте орта ғасырлық мемлекеттердің даму ерекшеліктерін сараладыңыздар. 6-9 ғасырларда билік құрған қағандардың даңқты істерімен таныстыңыздар. Ең алдымен оқушылар білімнің сайтын пайдаланып, түркілер туралы тарихи деректерге байланысты бейне материал көретін боласыздар. Түркілердің шаруашылығы туралы не білесіңдер? Түркілердің әскери өнерінің ерекшеліктері қандай? Түркілердің қолданбалы өнері туралы не білесіңдер? Берілген сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Түркілердің шаруашылығы туралы не білесіңдер? Халықтардың ұлы қоныс аударуынан кейін шаруашылықтың дамуы қалыпты күйге түсе бастады. Түркілер туралы араб тарихшысы Әл-Жахиз, түркілер отырықшы өмірді, қимыл қозғалыссыз тіршілікті, аз қозғалып бір орында отыра беруді ауырсынатын халық. Олардың табиғаты қозғалысқа бейімделген, тыныштыққа ыңғайланбаған. Олардың ойында жаугершілік, аңшылық, атқа мініп сейілдеп жүру, батырлардың жекпе-жегі, олжа іздеу және өзге елдерді бағындыру деп көркем суреттейді. Түркілердің шаруашылығында көшпелілік басым болды. Тіпті құнарлы алқаптарға егіндерін егіп, содан кейін ғана көшетіндері де кездескен. Ибн әл-Фақих түркі қойлары өте ірі келеді, батпандай құйрықтары жер сызат деп жазады. Түркілер жылқы малына ерекше көңіл бөліп қастерлеген. Әл-Жахиздің сөзімен айтқанда, түркі жерден гөрі ат үстінде көп отырады дейді. Аң аулау мен балық кәсіпшіліктері де жақсы дамыды. Түркілердің әскери өнерінің ерекшеліктері қандай? Түркілердің елін, жерін жаудан қорғайтын қалың әскері болған. Олар әскери өнерді жетік меңгеріп, айбынды қарулы күштері бар іргелі мемлекет орнатқан. Көне түркілерде қарулы күштердің 4 түрі болған. Олар атты әскер, жаяу әскер, жауынгер арбалардан құралған әскер, пілдерден құралған әскер. Тарихтан білетініміздей, түркі әлемінде атты әскердің рөлі өте жоғары болған. Атап айтатын болсақ, мөденің 300 мың, түркі қағанының 400 мың атты әскері болған екен. Араб тарихшылары түркілер садақты атпен шауып келе жатып, алға да, артқа да, оңға да, солға да, жоғары да, төмен де ата береді. Араб бір оқты садағына салғанша, түркі 10 оқты атып үлгереді. Түркінің 4 көзі бар, екеуі алдында, екеуі артында деген мағлұмат береді. Түркілердің қаруы ату, кесу, шабу, түйреу және соғу қаруы деп 5 түрге бөлінген. Түркілердің қолданбалы өнері туралы не білесіңдер? Материалдық мәдениеттің дамуы ең алдымен еңбек құралдарын дайындаудан көрініс тапты. 6-8 ғасырларда еңбек құралдарының негізгі түрлері көбіне темірден дайындалды. Түркілерде 6-12 ғасырларда жазғы үйдің 2 түрі болды. Киізбен жабылған киіз үй және дөңгелектер үстіне орнатылған күйме үй. Қысқы үйлер сабаннан, шымнан, қамыстан, Алтай ертіс бойында бөрене ағаштан жасалды. Киімдеріне мал, аң терілерін көбірек пайдаланды. Әл-Якуби түркілерді киіз басуға ең шебер халық деп сипаттаған. Оқушылар, біз бейне материалды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспект оқыңыздар.
Окуучулар, конспектти окуп болсаңыздар, тапсырма орындайык. Биринчи тапсырма Кытай деректериндеги түркүлөрдүн әскери өнерин, шаруачылыгын, дүнүйө-таанымдык ерекшеликтерин талда. Бос орундарды толтуруңуздар. Окуучулар, биринчи тапсырмамызды орундап болсак, экинчи тапсырмамызды орундайык. Экинчи тапсырма араб деректерин пайдаланып отуруп, көчпелі коомунун белгилерин тап. Дұрыс жауап санына окуучулар бирден 3 дұрыс жауап болуу мүмкүн, немесе 4 дұрыс жауап болуу мүмкүн. Мукуят окуп, осы деректерден тандап коесуздар. Окуучулар, экинчи тапсырмамызды орундап болсак, жалгастырабыз. Араб деректерин пайдалана отуруп, отурушулук коом белгилерин тап. Дәл осылай окуучулар дұрыс жауап санына 1, 2, 3 дұрыс жауап болуу мүмкүн, немесе 4 дұрыс жауап болуу мүмкүн. Мукуят окуп, жауапка белгилейбиз. Окуучулар, тапсырманы орундап болсак, бүгүнкү биздин сабак аякталды. Сау болуңуздар.